генерал, офицер, сержанттар, сарбаздар мен курсанттар мырзалар, Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің қызметшілері, құрметті ардагерлер, 2 мәрте кеңес одағының батыры Талғат Бигелдинов атындағы әуе қорғаныс күштері әскери институтының әскери қызметшілері барлық жауынгерлік даярлық шараларын жалғастырудамыз. Біздің барлық күш-жігеріміз және жеке құрамның кәсіби шеберлігін арттыруға, жауынгерлік әлеуетін нығайтуға және оны заманауи сын-қатерлер жағдайында жетілдіруге бағытталды. Жеке құрамды даярлаудың барлық жоспарланған іс-шаралары толық көлемде орындалды. Сегодня от имени коллектива Военного института сил воздушной обороны я хочу поздравить всех военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил Республики Казахстан с наступающим Новым годом. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, тепла и уюта в домах, мирного неба над головой и ратной службы на благо и процветание нашего независимого, суверенного Казахстана. Құрметті ата-аналар, біздің курсанттардың туыстары мен жақындары, сіздің ұлдарыңыз және немерелеріңіз біздің оқу орнымыздың қабырғасында оқытылады. Өз мамандықтарын табысты меңгереді. Әскери істі үйреніп, жақын болашақта Қазақстан армиясының офицерлер құрамының қатарын толықтыруға, әскери авиацияның жоғары білікті мамандарын болу үшін лайықты, отанын сенімді және батыл қорғаушылары болады. Командование Военного института сил воздушной обороны поздравляет вас с Новым годом. Жаңа 2023 жыл бәріміз үшін үлкен жетістіктер жылы болсын.